Барлықтарыңызға сәлем. В общем, біз қарандаш, майблогеров екенбіз, шай қап отырмыз, кофе ішіп, как положено. И мынандай бір интересный идея келді. Мен қазір бір сделка ашамын, бір ғана шанс бар менде. Шықса, шотты шығардық, шықпаса, уже бір басқа малдарын қарастыру керек. То есть мен уже екінші сделка ашпаймын, және қолымда ақшаға жоламаймын. Осындай вот челлендж бастадық. И сендерге бір керемет ақыл кеңесімді бергім келіп тұр. Бүгінгі видеода сделка ашқан кезде не нәрсеге қарау керек, қалай ашу керек, қалай дұрыс ойлану керек. То есть сендер білу керексіңдер, то что трейдинг ол бізде арзан бағада сатып алдың, қымбат бағада саттың деген нәрсе емес. Бұның барлығы өтірік емес. Негізіне келетін болсақ, трейдер ол белгілі бір активтің бағасын қайда кететін болжау. То есть сен просто болжау керексің, и все. Давайте у нас ситуацияны қарастырайық. Көрсіңдер, евро НЗ-да тұр менде қазір. И мынандай ситуация, то что мен қазір ашамын 5 минутқа астыға да бір сделка на 12.500 теңгеге, себебі шот бізде шамамен 10 000 теңге ғана шығып тұр. Неге мен астыға аштым? Евро НЗ-да қараңдар, бұл менде 1 минутта емқаймын. Есіңдерге бір прикол көрсем қазір. Вот, видишь, бәрі төменге жатыр. Раз уж падает, то трендке қарсы жүрме. То есть, егер де тренд нисходящий болса, сделкалар төменге аш, тренд восходящий болса, онда саған сделкаларды жоғары ашу керек постоянно. Но тағы да бір момент бар. Егер де сен сделкалардың санын көбейткің келсе, онда жай ғана трендтің жолын түріне қарамайсың. Зона интереса, ликвидность и баланс, тут уже көптеген стратегиялар мен индикаторлар саған қажет болады. Дегенмен осы уақытқа дейін мен қаншама сигналдар беріп келе жатырмын адамдарға. То есть олар менің сделкамды қайталау арқылы ақша таба алады тегін түрде. Осы жолы мен только сигналдар беремін. Мен еще каждый сделкаға разбор жасайтын боламын. Сіз разбор жасап кетейін. Ауды японский иена менде барлығы кетіп жатыр. Ордерблокта ұстап үлгермеді, кетіп қалды, имбаланс зонасына келді. И мында евро-японский иена ордерблок, liquidation зона түгел бар. Астында скопилось, үстіндегісі қазір снимается. Баға қазір жоғары келіп, осы тұрған жерден төмен кетеді. Кстати, айтып жатады осы трейдинг ол бизнес деп. То есть, точнее, ол менің сөзім. Неге олай? Қараңдар, осы сияқты заведениялар көп. Кофейнялар, біреулер үлкен, біреулер кішігірім, айырмашылықтарынан келетін болсақ, олардың владельцтерінде. То есть біреуі нестандартные решения қабылдай алады, предпринимательский мышлениесі дамыған. И трейдингте сенің де тура сондай бизнесмен сияқты ойлануың қажет. Жай ғана стратегияларды білу, это ботаник, понимаешь, мектепте беске оқыған балалардың әңгімесі. Кез келген жаңалықта сен бизнесмен сияқты ойлану керексің. Бірақ үлкен компаниялар қазір не істейді екен, олар құтқара ма, құтқармай ма, тағы да басқа. То есть развивайся с всех сторон. Даже былай айтайын саған, сен прикинь, трейдинг бойынша бар жоғы екі стратегияны білесің, бірақ предприниматель ретінде сенің мышлениең дамыған, бизнеске қатысты кітаптарды сен оқығансың, сен психологияң керемет, сен ақшамен жұмыс жасай аласың да, и все болды. Миллион стратегия білетін трейдердің қарағанда сен одан 2 есе бай боласың. Вот и все. Кстати, бізде обучение бар, именно трейдинг бойынша бағасы 109 000 теңге, осы 2023 соңғы бағасы. Ол жерде біз трейдингті нөлден бастап үйретеміз, потом барып кетеді смарт мани стратегиясы, оқушылардың чаты, сигналдар, оның бәрі включенный. Және криптовалюта арқылы ақша табудың 4 жолын біз көрсетеміз. И бұл стратегияларды сендер биномада қолдансыңдар болады. Менде қаншама оқушыларым именно осы биномы бойынша, они прям победители. Счет 7300 теңге жабылды. Енді маған бір идея келді, Балнур. А что если біз қазір бензин ақшасын жарсақ? В общем, сол достар, каналға подписан болыңдар, біздің телеграм каналының сілтемесі осы видеоның астында. Тіркеліңдер, маған VIP деген сөз жіберсеңдер болды, мен сендерді тегін біздің сигнал беретін каналға қосатын боламын. Көріскенше сау болыңдар.